Сәлем достар, бүгін сіздермен қысқа арнап банкі жабатын боламыз. Видеоны толық қарап, менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Алдын ала жуып, тазаланып алған қызанақтарымызды мясорубкадан өткізу үшін кішкене бөліктерге бөліп, өзімізге ыңғайлы етіп аламыз. Барлығын турап шығамыз. Яғни өзектерін алып тастаймыз, өзектерінен, шіріктерінен тазалап аламыз. Қалған ыдыстарымыз таза болу керек. Мясорубкадан барлық қызанақтарымызды өткізіп аламыз. Қызанақтарымызды мясорубкадан өткізіп болдық. Енді қазанымызға сұйық майымызды құйып, жуамызды, туралған жуамызды салып қуырып аламыз. Аз ғана уақыт қуырамыз, 2-3 минут. Оның үстіне кішкене тұзымызды салып, теркадан өткізілген сәбіздерімізді салып 5-10 минут қуырып аламыз. Сәбізімізді ұзақ қуырудың қажеті жоқ, өйткені бұл салат ұзақ уақыт қайнайды. Бұл салатқа ешқандай уксус қосылмайды. Мен өзім 5-6 жылдан бері жасап көргенім. Жылда жаз мезгілінде осы салатты жасаймын. Қазанымыз қайнады. Оның үстінен шекер және тұз сеуіп шығамыз. Барлық қоспаларымызды қосып ала бересіздер қайнаған соң. Қара бұрыш, лавр жапырағы, барлығын қосып, араластырып, дальше қайната береміз. Жарты сағаттай қайнаған соң чесногымызды және болгар бұрышымызды қосамыз. Мен болгар бұрыш пен чеснокты кештеу қосамын, өйткені оның қатты езіліп кеткенін қаламаймын. Салат ұзақ уақыт қайнайды. Сондықтан кейіннен салынады. Ащы бұрышымызды да салып аламыз. Өз қалауларыңыз, ащы болғанын қаласаңыздар, көбірек салсаңыздар болады. Дәмін көре отырасыздар. Тұзы бұрышы аз болған жағдайда қайта қоссаңыздар болады. Тұзымыз аз болса, біздің банкілеріміздің арылып кету қаупі бар. Зелендерімізді қостық. Мен тек қана укроп қолдандым. Бұл салатымыз 2-2,5 сағаттай қайнайды. Ешқандай уксус қосудың қажеті жоқ. Өз қалауларыңыз бойынша орам жапырақ қолдансаңыздар да болады. Біздің салатымыз дайын болып қалды, яғни түсі өзгеріп, қоюланып бастайды. Банкілерімізді жабуға кірісеміз. Банкімізді жабардан алдын банкіні тазалап қайнатып алуымыз қажет. Банкінің қақпағын да ыстық суға, яғни суға салып 5-10 минут қайнатып, сосын барып жабуды ұмытпаңыздар. Банкілерімізді жауып аламыз. Банкіге салаттарымызды құйып жатқан кезде қазанымыздың асты қайнап тұру қажет. Банкілеріміз дайын. Ешқандай уксус қоспайсыз. Банкілеріміздің үстін жауып бір күнге қойып қоясыз. Бұл бір ай алдын жабылған салат. Міне көздеріңіз көріп тұрғандай, ешқандай атылған жоқ. Уксус жоқ құрамында. Балдарыңызға ойланбай бере берулеріңізге болады. Видеоны толық қарап, менімен болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Динура.